Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, Сарыағаш қаламызда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына кірмейтін сүлейменшілер деп айтады екен. Медресе құрылысы жүріп жатыр, соған жамағат наразы, қарсылығын білдіріп жатыр екен, арызданып жатыр. Қазір соны арызын сіздерге түсіретін боламыз. Мына жерде 4 қабатты ғимарат, подвалымен 4 қабат екен. Бұл жерде қаншама кәсіпкерлер білместіктен осыған қаражат құюда, яғни қаржы құюда. Иә. Қай жерден? Документтер. Сарыағаштан. Көріп оламын? Сіз блогерсіз ғой, иә? Иә, блогермін. Қандай не? КГМ видеосы. Сіз? Ұлағатты ұстаз білім беретін жерден ұлағатты ұстаз болса, білімді болса, осынша бір адам келіп өткенде айтқан екен уәжін. Мысалшында өткендегі 5 жасар бала келсе, тақта отырған адамды тасқа түседі дейді. Сол сияқты соншама адам келді әне күні. Бірау жұма күнге жиналамыз дедік. 1 сағат уақыт берген жоқпыз біз неше күн. Келіп күтіп отырмыз әне жерде. Келгенше жұма намазға отыратын шығар, сөйлесетін шығармыз. Болды, жақсы, тұра тұрыңыз. Жоқ ешқайсысы. Бір адам сөйлесін, жақсы ма? Осы келіп тұрсыз ғой, сөйлеймін дейтін адам болса шықсын. Тағы сөйлейтін адам бар ма? Осы үстен басқа. Жоқ, берді. Бір адам сөйлей ма? Бір адаммен сөйлесек, ешкім араласып кеткен болсын. Келу мақсат себептеріңіз. Мен сізге айтып берейін. Келу мақсат себебі сіз берді кім боласыз? Мен прорабпын, мен қазір осы жерде құрылысты қарадым. Егер прораб болсаңыз, бізге бұл стройканың ішіндегі тұрған арматурасын, ішінде қанша салынды, анау біз үшін қызық емес ол. Егер сол қызық болса, біз сізді шақыртар едік. Бізге бұл басшысы керек. Түсініңіз бе? Сол себебін айтыңызшы, не себепті? Сізге ол себепті, біз құрылыс бойынша сұрақ болып жатыр деп стройка мәселесі болса, мен сізді шақыртар едім. Жоқ, сіздің бар ғой. Сізден сұрар едім, одан сұрамасаңыз. Маған мен мына түсінбей тұрған бар ғой, сіз мына халықты жинап келіп. Бізге халықты жинап келу маған агрессия көрсету не себеп болып жатыр? Қалай агрессия көрсетіп жатырмыз? Ешкім сізге агрессия көрсетіп Не себеп болып жатыр? Оны сұрау. Сізге айтып берейік. Есіңіз? Сіз сөйлейсіз бе? Есіңіз Сіз сөйлейсіз бе? Мен сізге сұрау беремін. Мейрамбек, мен өткенде таныстым ғой сіздерге, иә? Мейрамбек. Ұрпағыңыз жайлы уайымданасыз ба? Иә, уайымданамын. Уайымданасыз, біз де сондай уайыммен келіп отырмыз. Неужели осы жерде соғып жатқан адам келіп, мен осындай жігіттер мына мақсатта соқтым, мынандай нәрсе болады екен деп, сен тыңдаңыз, үйінің жанына бір сосед көшіп келсе де, сен оны білесің, ұру-пұру кім, ол қайдан келді, не себептен көшіп келді? Ұрлық істеп көшіп келді ма? Білесің ғой, сол сияқты өзің осы білдей ауданның ортасында осындай здание соғылып жатса, білім ордасы ашылайын деп жатыр деп естіп отырмыз. Ол қандай білім, не білім? Біз білуіміз мүмкін. Оны сізге кім айтты? Білім ордасы. Онда не ашпаса, түрме емес шығар енді. Не бұл, садик па? Садик болса неге билбетті қойды, біліп қой. Сол билбетті көреміз, тек паспортын көреміз, танысамыз, кетерек біз. Жоқ қой, не, тек паспорт жоқ, не басқа жоқ қой. Әлде мен заңсыз айтып тұрмын ба? Жангелді, участковый шақыршы. Келсін участковый. Иә, участковый келсін, бәрі келсін бұл жерге. Келсін. Білім ордасы болмай ма сонда бұл жер? Не болды? Білім ордасы емес. Бұны түсіндіріп айтыңызшы, кім білім ордасы деген сөзді кім шығарды? Жоқ, бұл құрылыс мақсаты қандай? Сіз айта аласыз ба? Ақсақал, жасы үлкен ақсақал бар ма? Мен жасым үлкен. Иә. Міне, біз әне ғой айттық. Біз мақұл, сен ешқандай сұраққа жауап беремейтін болсаң, басшымен сөйлесеміз деді. Болды, басшымен сөйлесесіз ғой, иә? Иә, басшымен. Басшы жоқ қазір. Өткен айтты ма, келіп кетті. Ол кісі айтылған, ол келген жоқ әлі, демалыста ол. Үй болса тек паспортын бер. Үй болады ма? Үй болады. Мына үй бола ма? Тек паспорт бар, бішіп кетеміз азыр. Міне үй болады деп айтты. Үй болса жамағат. Сіз кім боласыз өзіңіз? Ақша жинап жүр десеңізші. Иә. Иә, соны Қайырымдылық жәшіктер болып қойған әрма кезінде. деп тұрған екен. Онда Садақа жинаған адамды көрсетіңізші маған. Онда Сізге келіп. естеріңізде болсын, Сізге келді ме? мына ауданда магазиндерді өзі мысалында медресе, мен айтып берген жігіттер, Сарыағаш ауданының медресесінің жәшігі бар, аты белгілі, иә. Одан кейін барып тағы да неше қор бар. Соны давай сараптамадан өткізсін, сол жәшіктен артық жәшік тұрмасын онда ауданда. Әркім өзінің территориясына еге болсын. Жоқ, мынау сонда, жоқ, тоқтаңыз. Мынау үй болатын болды ғой, иә? Тұрғын үйге арналған үй болып тұр ма? Жоқ, медресе діни үй болайын деп тұр ма? Соны жақсылап атап өтсеңіз. Сіздерге ол білім ордасы, медресе деген сөзді қайдан шығады? Жоқ, сіз неге айтпайсыңдар? Сіздер менен сұрақ қойып жатсыңыздар да? Енді сіз сұраққа мен неге оны медресе деп айттым мен оны?
Жоқ, сіз енді үй деп айтып Айтсам отырсыз сен ба? көп Үй болады бұл. Үй болады. Иә. Проектте сіз жазған үй, тұрғын үй деп Иә, жазған. тұрғын үй болады, иә. Тұрғын үй, иә? Иә. яғни медресе болмайды. Діни медресе болмайды. Діни Медресе білім ордасы болмайды. болмайды. Болды ол. Сіз қанша болды бұл жерде жұмыс істеп тұрмыз? Мен 1 жылдай болды жүргенім. 1 жыл болды ма? Бұның стройканың тұрғанына уже 3 жылдан асып кетті. 3 жыл болды, иә. 3 жылдан асып кетті. Сол кезде біз медресе деп естігенбіз бұны. Шыны керек, документальный көргеніміз жоқ. Бірақ медресе соғылып басқа. Бұрын 90-шы жылдар құрылған ол. Ол кезде 90-шы жылдар білесіздер, елбасының қолдауымен ол кезден бастап осы жерде не басталған? Имамдар дайындау курсы болған. Одан кейін муфтият құрылды, дұрыс па? Муфтиятпен бірге бірлесіп меморандумда жұмыс істеген. Муфтияттың любой несінен бар құзырынан бір сұрасаңыз болады, неден бар? Алматыдан бар. Бірге меморандумда бірге істеген. Содан бері бұл медресе болып аталып кеткен халықтардың арасында. Оған дейін 90 жылдары дұрыс білікті маман болған жоқ бізде, білесіздер, иә? Барды кім көрінген бізде иммунитет болған жоқ, діни иммунитет. Кім көрінген барды Арабиядан, Египеттен барып оқып келді, солай ма? Одан кейін Аляскардан оқып келді. Одан кейін имамдар келіп бастады. Нұрмабарак ашылды. Одан кейін дұрыс па? Ал оған дейін бұл медресе болды десеңіздер, бұл жерден бір негативті бірден шықты ма, соны айтып беріңдерші. Жоқ, негативті емес. Аға, сіз Жоқ, сіздер маған келіп қазір айбеттеңіз. менің ашуыма тиіп отырсыз ба? Сіздің ашуыңыз шықпайды. Жоқ, біз Сізден сұрап жатырмыз. Мына кісі, бір адам болды, жақсы. Бастық келгесін өзім айтам. Жақсы ма? Бастық біздің алдымызға барсын. яғни мына ғимараттың прорабы мына кісі тұр екен. Бұл жер медресе емес, ешқандай білім орталығы болмайды. Діни білім орталығы болмайды дейді. Тек қана үй деп жатыр. Қалай өкіт болған сонда қайырымдылық мекеме болмаса оны? Мен түсінбей-ақ қой, мен осы жерде жаңағы мемлекеттік қызметте істеген адаммын да, негізі. Қажет емес ол. Жоқ, бауырым, тоқташы. Жауап берсе, мына кісі прораб үй деді. Мен сіздер айтып тұрмын ғой. Сіздер өздеріңіз көрдім деп жатсыздар ғой құтыдағы, иә? Тура солай мен де бұны Сарыағаш қайырымдылық мекемесі деп білем. Әкімшілікте тіркеліп тұрған документтерін де білем. Иә, бәрекелді. Міне енді сондай тұрғын үй деп тұр ғой. Тұрғын үй міне. Жоқ, енді В общем, мынау енді студенттердің общагасы болды енді. Сәл сөйлессек, Құдай қаласа не болатынын көреміз қазір. Мынау мекеме жұмыс істеген жағдайда муфтиятқа мынау өзіміздің білім орнына әкімшілікке шықса бағынбаса керек жоқ. бағынбайтын аға ондай бағынбайтын ешқандай мекеме жұмыс істемейді дұрыс әкеп көрсетсін муфтияттың андайына бағыну керек. боласыз негізі. Осы жер сіздікі емес па? Жоқ, бұныкі емес. Жоқ, мынанда қараңыз көрінді Қазақстанда бер арасында сай. Мысалы үшін мүмкін қазір келіп отырсыз ғой жерге бірдеңе жан келді. Тура сол сияқты. Жоқ, басшыңа бір звондасың, болды. Сен қай жаққа жан күйдірмесің? Сен де сөзің бос сөз, мен де сөзім. Қай мекемеде жұмыс істейсің бауырым? Өзің таныстырып кете аласың ба? Таныстырып кім? Мал мекеме Жан келді. сөйлеп тұр ғой ол кісі. Жан келді. Өз аны шешілмеді ғой. Жан келді. Ау. Қай жерде қызмет жасайсың? Осы Сарыағашта жұмыс істеймін. Қай жерде? Мекеменің бәрін білеміз ғой, мен әкімшілікте істедім мысалы. Мына хайскул бұл Сарыағаш мектебі бар ма? Иә. Қай жерде? Мына жекеменшік мектеп. Біздің бұл құрылысын жүріп жатқан мекен-жайы Сарыағаш қаласы, мынау Дасаф деп таниды барлығы. Сарыағаш қаласына көшенің атын білмеймін, есім ішіп кетті. В общем, осы жерде Дасафта, былайша айтқан кезде. Құрылыс осы жерде жүріп жатыр. Енді бұл жерде мыналар сөз таппай жатыр, не айтарларын білмей жатыр. Муфтиятқа тура келмейміз, бізге де Аға болды, адамдарды алып кеттік мына жерден, өтініш. Келістік қой, болды. Айқай шу артық керек емес. Міне участковыйда келіп тұр міне. Не аламыз біз бұндайды? Келіңіздер, бұл темаға қосылыңыздар. Қызық болайын деп тұрасыз. Мейрамбек саған ешкім артығанын айтқан жоқ. Иә, біз шақырдық. Не мақсат айтыңыз? Неге шақырдыңыз? Келіңіз сізге. Мына кісілер не сұрап тұрғанын түсіндіріп беріңізші. Мына кісілер. Бұл енді келіп қалай? Не айтыңыздар енді осы кісіге. Осы кісіге айтыңыздар.